Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі 5-ші сынып. Оқу мақсаттары: тірек сөздермен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау, тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, амоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Бөлім: жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі. Сабақтың тақырыбы: төрттілік. Берілген тірек сөздер арқылы тақырыпты болжаймыз. Түйе, жылқы, сиыр, қой, ешкі. Ендеше балалар, бейне материалға назар аударамыз. Сәлем, біз бүгін төрттілікпен танысамыз. Бұл түйе, оның төлі бота. Түйе боздайды. Бұл сиыр, оның төлі бұзау. Сиыр мөңірейді. Бұл жылқы, оның төлі құлын. Жылқы кісінейді. Бұл қой, оның төлі қозы. Қой маңырайды. Аталған төртеумен ешкі де қатар жүреді. Оның төлі лақ. Ешкі қой сияқты маңырайды. Төрт түлік қатарына түйе, жылқы, сиыр, қой, ешкі жатады. Ата-бабаларымыз төрт түліктің ішінде түйе малын байлық ретінде де, көлік ретінде де, азық ретінде де ерекше қастерлеген. Ат ердің қанаты, мінсең көлік, жесең ет деп жылқы малында аса жоғары бағалаған. Сонымен қатар, жылқы малының сүтінен өндірілетін қымызды шипалы сусындар қатарына жатқызған. Ешқандай сусын қымызбен тең келмейді, себебі ол талай ауруды емдеп, дерттің алдын алады. Қымыз 40 ауруға ем сөзі осыдан шыққан. Сондай-ақ қой мен ешкі, сиыр малының да өзіне тән ерекше қасиеттері болатынын ұмытпаған. Мәтіннен алынған амоним сөздердің мағынасын түсіндіріп жаз. Төрт түлік. Амоним: ат, қой, ер. Осы сөздердің мағынасын түсіндіріп жазыңдар. Мәтіннен алынған сөздердің синонимін тауып жаз. Мәтін: сөз, қымбат, ем, түлік. Мағынасын түсіндіріп жазыңдар. Мәтіннен ауыспалы мағынада жұмсалған сөздерді теріп жаз. Мәтін: төрт түлік. Ауыспалы мағыналы сөздер: алыс берісінің көзі, байлығының бастауы, ердің қанаты. Мағынасын тауып жазыңдар. Бағалау критерийлері: тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, амоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Бірінші тапсырма бойынша мәтіннен алынған амоним сөздердің мағынасын түсіндіріп жазады. Кері байланыс: не жақсы өтті, не жақсы өтпеді, өзіңіздің қандай күшті жақтарыңызға арқа сүйендіңіз, нені өзгерткіңіз келеді, саған не ерекше қиын болды, саған ең пайдалысы не болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.